Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып математика, 91-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы белгісізі бар теңдік. Бірінші мысалға назар аударамыз. Есепті шығар. Қолөнер шеберлері көрмеге 90 бұйым қойды. Олардың 50-і ағаштан және бірнешеуі саздан жасалған. Көрмеге саздан жасалған қанша бұйым қойды? Теңдіктердің қалай шығарылғанына қара. Бос торкөздерге тиісті сандарды таңда. Балалар, бұл жерде біз бірінші теңдікке назар аударайық. Бірінші қосылғышымыз 50, екінші қосылғышымыз белгісіз, қосындының мәні 90. Бұл жерде бір белгісіздігі бар. Біз бұл жерде бұны қалай табамыз? Егер қосындының мәні бізде бірінші қосылғыштан үлкен болса, яғни 90 50-ден үлкен ғой, сол себептен біз 90-нан 50-ді азайтамыз. Қосу болса. Сол кезде белгісіздік санымыз шығады. 90-нан азайтамыз 50-ді, сонда 40 шығады. Яғни тексереміз. 50-ге 40-ты қоссақ, 90 шығады. Келесі теңдікке назар аударамыз, балалар. 90 азайту, бірінші азайғыш белгілі. Біз азайтудың мәні 50. Яғни бұл же біз белгісіз теңдікті табу үшін, балалар, 90-нан 50-ді азайтамыз. Сонда белгісіздігіміз шығады. 90-нан 50-ді азайтсақ, бізде 40 шығады. Белгісіздік санымыз 40 екен. Дәл осылай келесі теңдікті өзің шығарып көр. Ә нұсқасы: музей залында ұлттық киім және 10 ыдыс қойылған. Барлығы неше бұйым қойылған? Теңдіктер жаз. Балалар, музейде ұлттық киімдер қаншау екені бізде белгісіз. Яғни бірінші теңдігіміз белгісіз. Екінші теңдігіміз, яғни екінші қосылғышымыз 10. Бізге және оның барлығын сұрап тұр. Балалар, осыны өздері суретке назар аудару арқылы санап теңдікті жазып көріңдер. Жұптық жұмыс. Екінші мысал: белгісіз компоненттерді тап. Балалар, бірінші қосылғышымыз 4, екінші қосылғышымыз 6, қосындының мәні бізде болады 10. Келесі мысал: 4, яғни ол бірінші қосылғыш. Екінші қосылғышымыз белгісіз, қосындының мәні. Біз қосындының мәні белгілі болса, және ол бірінші қосылғыштан кіші болса, біз 10-нан 4-ті азайту арқылы, балалар, керісінше егер қосылғыш болса, азайту арқылы біз мәнін таба аламыз. Белгісіз таба аламыз. Және 10-нан азайтамыз 4-ті. Жауабы қанша болады, балалар? Бізде 6 болады. Дәл осылай келесі мысалдарды да өзің шығарып көр. Өзіндік жұмыс. Бос орындарға тиісті сандарды ата, өрнектерді жаз. Балалар, бұл жерде бірінші қосылғышымыз белгісіз, екінші қосылғышымыз 10, қосындының мәні 30, яғни ол белгілі. Біз бұл жерде бұл теңдікті 30-дан 10-ды азайту арқылы бірінші қосылғышты таба аламыз. Дәл осылай келесі мысалдарды өзің шығарып көр. Балалар, номері 4-ші мысалға назар аударамыз. Көрмеге таңертең 30 адам, ал кешке одан 10 адам артық келді. Көрмеге кешке неше адам келді? Кері есеп құрастырып, оны шығар.
Сен зерттеушісің. Номер 5-ші мысал. Сырғаларды 4 қобдишаға теңдей бөліп салып көрейік, балалар. Бірінші, мына жерде берілген 4 қобдиша, 4 қобдишаға біреуден салып көрейік. Сонда 4-еуі кетеді, және тағы бізде 4-еуі қалды. Тағы біреуден саламыз. Сонда барлық қобдишаға бізде 2-ден сәйкес келді. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.